Шынымды айтсам, сенен қорқытым. Неге? Бұның газетті оқыдыңдар ма? Жоқ, не бопты? Алишер туралы жазыпты. Осы әңгіме федерацияға жететін болса, жақсылық күтпе. Шынымды айтсам, Мәуленің оңбаған екен о басында білген. Дүкен ашуға рұқсат берді ме? Иә, рұқсат берді. Бұл не? Бұл дүкен, жақында ашыламыз. Кімдер ашып жатыр? Мадимен Алтынайдың ашып жатқан дүкені. Бапкерлік құқымнан айырылуы мүмкін. Шын айтып тұрсың ба? Бірақ біз комбинат жайлы сюжет түсіруді сұраймыз. Біріншіден комбинатқа жарнама, ал екіншіден Алишер туралы айтылатын болады. Ағай, сізге мұнда кіруге кім рұқсат берді? Мен саған айттым ғой, бас дәрігердің рұқсатымен кірдім деді. Бас дәрігер кеше Астанаға кеткен. Ол сізге қашан рұқсат беріп жүр? Мына жерде жатқан науқастарың қайда? Сіз мен сұрағыма жауап бермедіңіз. Шығыңыз бұл жерден. Сен кімсің, а? Мына науқасты қайда ауыстырып жібердіңдер? Ешқайда да ауыстырғанымыз жоқ. Ол ауруханадан шығып кеткен. Қашан? Сіз неге маған айқайлайсыз? Мен қазір күзет шақырамын. Шығыңыз палатадан. Шығам. Бас дәрігер рұқсат етті ме? Иә, кеше сол кісімен сөйлестім ғой. Бүгін Астанаға кетем деген. Енді жақсылап емделуің керек. Дәрілеріңді алдың ба? Аламға. Тәуір болсам бірден жұмысқа шығам. Сен енді жұмыс туралы ойламашы, Алишер. Жұмыс ешқайда қашпайды. Дұрыс айтасың. Біз енді тойдан қамын ойлауымыз керек. Той? Қай той? Қандай той емес? Екеуміздің үйлену тойымыз. Дұрыс айтасың. Күлдірмеші маған, күлуге болмайды маған. Тойға қандай ұсынысың бар? Дұрыстап өткізуіміз керек. Сценарийін өзің жасайсың. Мен ба? Жақсылап ойлануым керек. Қай жерде жасағанымыз дұрыс? Білмеймін. Енді қазір тойхана көп қой, соның бір жақсысын таңдармыз. Есіме түсті. Тойхананы өзің таңдайшы. Жарайды. Апаң қайда кетті деп едің? Базарға. Содан кейін Алматыға билет алайын деген. Келетін уақыт болды. Адасып кетпей ме? Адаспайды. Апам бір көрген жерін ешқашан ұмытпайды ғой. Өзің денсаулығың қалай? Жаман емес. Ең бастысы сен жазылып кет. Ал мен анау-мынау қиындықтарға шыдаймын ғой. Апам кел. Қазір. О, Алишер. Отыр, айналайын, отыр. Амансың ба? Жақсы, рахмет. Ой, Фрай. Апа, қолыңызды жуып, дастарханға келіңіз. Қазір қолым жуып келем. Алишер, алма жейсің бе? Жоқ, рахмет. Иә. Денсаулығың қалай? Рахмет, тәуірмен. Меруерт, ауруханадан шығатын неге айтпадым? Бірге алып шығатын едік қой. Мен білген жоқпын ғой, апа. Апа ештеңе етпейді. Мен полиция қызметкерлері әкеп тастады. Полиция? Жаңа осы далада солардың көліктер тұрған сияқты еді? Иә, олар менің қауіпсіздігімді ойлап, мені күзетіп жүр. Полиция қорғаймыз, дәрігерлері емдейміз дейді. Ал біздің Алишер бас дәрігерден рұқсат алып, үйге кетіп қалады. Уақытынан ерте шықтың ба? Иә, шынымды айтсам, ауруханада ішім пысып кетті. Үйде емделуге болады ғой. Дұрыс, үйде болғаның дұрыс. Иә. Айтпақшы, билет алдыңыз ба? Алдым. Кешке ұшам. Дұрыс. Ішеңіз. Иә, ішеміз. Рахмет. Дүкен ашылды ма, қарақтарым? Келіңіз, апа. Күнбағыс майы түсті ме екен? Иә. Бере қой алтыныма. Екі келі шекерінен тарта қой.
бір келе күрішіңнен бере қой. Апа, көршілеріңізге де айтыңыз, біздің дүкенге келсін. Айтам, қарағым, айтам. Ойбу балам, пішінәліңнен де бере қой. Мына немереме. Қанша болды есепте? 1200. Мінеке. Тарта қой. Рахмет балам, көп жаса. Келіп тұрыңыз. Алтынай, саудамыздың басталуы жаман емес сияқты. Шүкір. О, Мәди. Сәлеміңіздер. Қалайсыңдар? О, орналасып алыпсыңдар ма? Қалай сауда? Үйреніп жатсыңдар ма? Иә, үйреніп жатырмыз. Қалай жеттіңдер? Жақсы, аман сен аттарды айдап келдік. Қарның ашпады ма? Жолдан келдік қой. Жүр, онда үйге барайық. Жүр. О, апа, қайдан жүрсіз? Амансың ба? Қайдан болушы еді? Үйден. Төрлетіңіз. Рахмет. Хал жағдайларыңды біліп кетейін деп келдім. Не істеп жатсың? Тамақ істеп жатырмын. Қазір Дәулетте келіп қалар. Шай ішесіз бе? Дәулет баяғы спорт залында ма? Иә. Жұмысы жаман емес. Маған су берші енді. Шай ішпейсіз бе? Жоқ. Осы мен бапкерлік дегенді түсінбей қойдым. Бір жақсы жұмыс табуға болады ғой. Соның ыңғайы келмей жүр. Негізі бір кәсіппен айналысатын ойы бар. Қолынан келе ме? Әрине келеді. Көкшетауда туристік базаны жалға алып жұмыс істеді ғой. Ол кезде ол бойдақ болатын. Нағыз жұмыс істейтін кезі енді келді. Істейді, апа, істейді. Линда, осы соның кәсіпкер бауыры бар емес пе еді? Әлішер деген. Иә? Сонымен неге ақылдаспайды? Не деп ақылдасады? Енді жұмыс сұрасын, немене көмектеспей ме? Ол неге көмектесу керек, апа? Біз жұмыссыз отырған жоқпыз ғой. Қызыма есіңде болсын. Жақсы жұмыс деген ол жақсы ақша. Түсінемісің? Кәсіпкерлікпен айналысу керек. Саудамен болмаса құрылыспен. Қашанғы спорт залда жүре береді? Апа, сауда, құрылыс дейсіз, айтуға оңай. Оған қыруар ақша керек қой. Сол ақшаны Әлішерден алыңдар. Кейін қайтарамыз десеңдер беретін шығар. Болмаса Әлішермен бірігіп жұмыс істесін. Дәулет Әлішерден ақша сұрамайды. Ал сен айтсаңшы. Сұрай ма? Мен оған айтпаймын. Жоқ, сіздер бейне түсірілімді көрдіңіздер ма? Көріп жатырмыз, көрдік. Сұмдық қой ол дегенің. Ақша үшін төбелескені дұрыс емес. Әрине дұрыс емес. Балаларымызға қандай тәрбие береді? Ондай жерлерде қандай адамдардың да жүретіні белгілі ғой? Өңшең ұрғары, қарақшылар. Балаларға басқа бапкер керек. Тоқтаңыздар. Сөз Дәулеттің өзіне берейік, бәрін өзі түсіндіріп айтсын. Дәулет. Әрине, мен сіздер түсінем.
ата-ана ретінде балаларыңыз үшін алаңдайсыздар, дұрыс. Бірақ менің жанымда бау-кеспе, ұры-қары, бұзақылар жүрмейді. Өзім секілді спортшылар жүрді. Білеміз ондай спортшы жігіттерді. Спортшы жігіттердің ішінде қарақшылар болмайтындай. Сіздер сөзді бөлмесеңіздер, сөз бердік па, аяғына дейін мән жайды түсіндіріп айтсын. Енді баламызды сеніп тапсырған тәрбиешінің өзі көше төбелесіне қатысып жүрсе, онда балаларда не күтуге болады? Олар да ертең соны істейді. Біз осы жиында бір мәмілеге келуіміз керек. Егер басқа бапкер табылмаса, мен баламды мұнда жібермеймін. Мен де баламды жібермеймін. Мен де. Кешіріңіздер. Дәулет жаман бапкер емес. Оны мына сіздердің балаларыңыз да жақсы біледі. Дәулет, сен әлгі жекпе-жекке не үшін қатысқаныңды түсіндіріп айтшы. Иә, Дәулет, шыныңды айт. Қазақстан. Ұмытпаңыз, апа. Ештеңе ұмытпаған сияқтымын. Әлішер дұрыстап күт. Өзіңді де күт. Жарай ма? Жарайды, апа. Апа, такси шақырып қойдым. Қазір келгенде өздері хабарласады. Дұрыс болды. Мен шығарып салайын, апа. Жоқ, әуре болмаңдар. Өзім жетіп алам таксимен. Жарайды. Әуежайға жеткесін хабарласыңыз, апа. Жарай. Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Келдіңіздер ме? Нөмір қандай? Қазір шығады. Апа, такси келді. Нөмірі 567. Дұрыс болды. Тезірек жетіп алғаным дұрыс. Ал енді Әлішер, отыра бер. Тезірек жазылып кет. Рахмет. Хабарласып тұрыңдар. Артурға сәлем айтыңыз. Жақсы айтам. Отырыңыз. Ақша үшін төбелескенім рас. Жасырмаймын. Және ол ақшаны қайда жұмсағаныңызды айтып бер, білсін. Мына залды жөндеу жұмыстарына жұмсадым. Сосын спортқа керекті құрал жабдықтарды алдым. Біз енді бұл жерде бұзақыларды дайындап жүрген жоқпыз ғой. Мына ескі ғимаратты жөндеп, балаларға қамқорлық жасап жүрген Дәулетке алғысымызды білдіруіміз керек. Жоқ, рахмет, ешкімнен алғыс дәметпеймін. Сіздердің балаларыңыздың жақсы болғаны маған да жақсы. Бапкер тәрбиеші ретінде мен де олардың ертең ел мақтаныш болғанын қалаймын. Иман жүзді, жаны таза жігіттер болып өссе екен деймін. Бұл енді балалардың сабақтарын жақсы оқуына да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Солай емес пе? Иә, енді ер азамат қой, ертең әскерге барады, немесе үлкен оқу орнына түседі, болмаса тіпті спорт академиясына түссе де өзіне өте пайдалы болады. Бұндай жағдай біздің де басымыздан өткен. Академияға түсерде осы тәжірибенің бәрі де қажет болады. Қажет болғанда қандай? Сондықтан оған бүгінгі күннен бастап дайындалу керек. Мен енді айтарымды айттым. Егер жоқ, балаларымызды қалдырмаймыз десеңіздер, өз еріктеріңіз, ренжімейді. Ал балаларымызды қалдырамыз, спортпен шұғылдансын десеңіздер, мен өзімнің барлық білгенімді үйретуден жалықпаймын. Енді тек қана спортқа емес, өмірлік тәрбие беруге де тырысам. Ал енді не дейсіздер? Дәулет өзінің ойында жүрген барлық жағдайларды түсіндіріп айтты. Шынымен де арамызда біраз түсініспеушіліктер болған сияқты. Енді оқиғаның мән жайын басынан бастап білетін болсақ, бұндай дау-дамайға бармайтын едік қой. Не дейміз енді? Сеніп көрейік. Иә, енді өз айтқандай жұмыс істейтін болса, балаларымызды сеніп тапсырып көрейік.
Олай болса осы сөзге келісейік. Жақсы. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау. Сізге сәт. Сау болыңыз, сенеміз сізге. Аман қол. Рахмет. Тынығып алдың ба? Иә. Шаршаған болуым керек қатқып. Ұзақ жол солдатпен жүру оңай емес. Қол аяғым қозғалмайды. Оның үстіне мен мінген аттың жүрісі жайсыздау екен. Бағана жағдайыңды білейін деп барсам, жатып қапсың. Аманы сен айдап келдік, апа. Сізге рахмет. Әкеңе рахмет айтты. Марқұм бәрін ойластырып кеткен өзі ғой. Әкеме де, сізге де алғысым шексіз. Балам, енді осы малды жақсылап бағып өздіру сенің міндетің. Иә, білем. Сенің де балаларың өсіп, ер жетеді. Соларды ойла. Түсінем ғой. Қара шаңырақтың түтінін түтетіп, ағаларыңмен тату-тәтті өмір сүруге ұмтыл. Қасыңда қосағың, алтын айды сыйла. Балаларыңа қамқор бол. Апа, осының бәрін айтпасаңыз да білем ғой, кішкентаймыз. Мен айтсам, сендер жақсы болсын деп айтам. Бір-бірлеріңді іздемесеңдер, ертең сендердің балаларың да өздеріңді бір-бірлеріңе жатпап кетесіңдер. Қазір мал бар, жер бар. Мен енді қалаға жиі шыға алмайтын шығармын. Сіз Әлішер мен Дәулетке айтып қойсаңыз, ауылға келіп тұрсын. Мен айтсам, басқаша түсініп қалар. Не болай дейсің? Мен айтсам құлақ асады. Ал сен айтсаң қуанып қалады. Апа. Алла бұйыртса әлі өзіңіз балаларыңыздың қызық қуанышында, ортасында жүресіз. Керек десеңіз, ертеңі ағаларым шақырайын қонаққа. Малды айдап әкелдім, дүкен ашып жатырмыз дегендей. Қуаныш қой. Әрине қуаныш балам. Бірақ сәл кідіре тұр. Әлішерге өзіміз барып қайтайық. Кеше түсіме кірді. Хал жағдайын біліп келейік. Сен шыға аласың ба? Иә. Жұмыстарды Болатбекке тапсырам ғой. Қашан шығамыз? Оны ақылдастарымыз. Жақсы. Кеш жарық. Жарас. Қайырлы кеш. Бейуақыт келгеніме ренжімеңіз. Ештеңе етпейді. Мен де жұмыстан жаңа келгем. Жоға шығыңыз. Рахмет. Бода жоқ па? Ол көршінің үйінде. Түсінікті. Мен бода қалып келіп едім. Рахмет. Оқасы жоқ. Қазір мен шай қойып жіберейін. Жоқ, әуре болмай қалыңыз. Әуре болатын түгі де жоқ. Бәрі дап-дайын. Ыстып әкелейін. Жарайды, рахмет. Шай алыңыз. Рахмет. Әлден сізді әуре қылды ма? Ештеңе етпейді. Телефонмен хабарласуым керек еді.
мен бәрібір сізге жауап бере алмас едім. Ұялы телефонымды жұмыста қалдырып кетіп. Солай деңіз. Мен де кейде көлікте қалдырып кетем телефонымды. Қазіргі күнде телефонсыз өмір сүру мүмкін емес, е? Дұрыс айтасыз. Телефонсыз тіпті қолым байланып, ешбір шаруаңда жүрмейді. Иә. Жарас, сіз жай келдіңіз бе? Шынымды айтсам, жай келдім. Амандасып кетейін деп. Ботаны да көрмегелі көп болды. Ботамен екеуміз жақсы тіл табысып кеттік. Бота бүгін жоқ. Иә. Жарас, сіз ертең біздің жұмысқа келіп кете аласыз ба? Не үшін? Жергілікті телеарна біздің компания жайлы бір деректі фильм түсіріп жатыр. Осы болып жатқан қылмысқа байланысты тергеу жұмыстары туралы айтып берсеңіз. Карина, тергеу жұмыстары әлі біткен жоқ. Сондықтан ол туралы ештеңе айта алмаймын. Түсінікті. Ал Әлішер туралы ше? Енді ол ботаны құтқарып қалды ғой. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Әлішер үлкен ерлік жасады. Енді ертең кіріп шығармын. Рахмет. Шай алыңыз. Рахмет. Жарас, біз осы сіз дегенді қояйықшы. Сен деп ашық сөйлесе берсек. Мен де жаңа осыны айтайын деп едім сізге. Ой, саған. Онда келістік. Иә. Шайың дәмді екен. Рахмет. Дәулет. Ау. Қалайсың, жан? Қайда жүрсің? Түннің бір уағы болды ғой? Қалай қайда? Жұмыста? Осы уақытқа дейін қандай жұмыс? Не болды саған? Кәдімгі жұмыс. Бұлай кешікпеуші едің ғой? Апам келіп сені күтіп кетіп қалды. Оның алдында ыңғайсыз болды, Дәулет. Енді. Сенің апан келді екен деп жұмыстың бәрін тастап үйге қарай ұшуым керек пе? Не бар жейтін? Жоқ. Ең болмаса кеш келем деп хабарласып айтпадың ба? Уақыт болған жоқ. Өзің хабарласпадың ба? Сенің хабарыңды күттім. Күткенің осы ма? Келмей жатып мінез көрсетіп жатсың. Дәулет, бұл мінез көрсеткендік емес, дұрыс түсінбедің. Білемді. Мен жұмыста болдым. Білесің бе? Білем. Бірақ бұдан былай кешігетін болсаң, маған хабарласып айтып қой. Тағы да қайталап айтам. Уақыт болған жоқ. Келесі жолы уақыт тап. Сен не маған бұйрық беріп тұрсың ба? Қалай түсінгің келсе, солай түсін. Мәссаған. Бұйрықты түсінем. Мен ешқашан біреудің бұйрығымен жүрген адам емеспін. Есіңде сақтап ал. Еш уақытта маған бұйрық беруші болма. Түсінің бе? Түсінің ба деме саған? Мен сен үшін біреу емеспін. Әйеліңмін. Кім болсаң да. Күйеуіне бұйрық берген әйелді қайдан көрдің? Әлде сен солай тәрбиеледің ма? Менің анама тиіспе. Анаңа ешкім тиісіп тұрған жоқ. Мені тәрбиелеген анам. Болашақ жарыңды сыйла дегеннен басқа ештеңе деген емес. Алған тәрбиең осы ма онда? Рахмет. Жақсы тәрбие алыпсың. Не бар жейтін? Ештеңе жоқ. Жарайды. Дәулет, қайда кеттің енді? Дәулет!
Мамандар бөлімі келмеді ғой. Карина қайда? Мен барлығына хабарласып ескерткен болатын. Барлығын жылдамдап тез шақыршы. Аға, біз дайынбыз. Иә, қазір. Кешіріншек, сенің есің кім? Рауан. Рауан, қазір мен кіріспе сөзімді айтам, содан кейін сен бастайсың, жарай ма? Жарайды. Келе жатыр. Келіңіздер. Кешіріңіздер. Жайғастыңыздар ма? Құрметті әріптестер, біз жергілікті телеарнамен келісіп, біздің ұжым жайлы шағын сюжет түсіруге ұйғардық. Менің ойымша бұл игі бастама. Өйткені компаниямыздың дамуы, өркендеуі, үлкен биіктерден көрінуі ең алдымен өздеріңізге байланысты. Ұжым ынтымақты болған жерде ғана жұмыс ілгері басады. Бұл жерде басшының да рөлі өте жоғары. Басшының білімділігі, кәсіби деңгейі, мәдениеттілігі мен адамгершілігі ұжымдағы уыздай ұйыған ынтымақтың кепілі. Сондықтан бүгінгі әңгімеміз компаниямыздың басшысы Алишер Ермахан жайлы болады. Алишер жайлы ой пікірлеріңіз болса, ортаға салуларыңызды сұраймын. Рауан, бастай берсең болады. Дайынмын. Иә, шынында өз ісін жақсы көретін басшы, ұжымның мақтанышы әрі мерейі. Сондай басшылардың қатарына әрине Алишер Ермаханын жатқызуға болады. Өз басым Алишер Ермаханұлының жұмысқа деген жауапкершілігі мен іскерлігін айта кеткім келеді. Иә, дұрыс айтасың. Тағы? Мамандарға талап қоя біледі, жұмысшылармен де жақсы тіл табысады. Мен ойымша, ұжымдағылардың бәрі Алишерді тек басшы ретінде ғана емес, адамгершілік биік азамат ретінде құрметтейді. Солай емес пе? Әрине. Жалпы біздің ұжым ұйымшыл. Жұмыста да, былай өмірде де, бір-бірін демеп, әркез бір-біріне көмектесіп тұрады. Ал енді ұжымның ұйымшыл болуы, ол басшыға байланысты. Сондықтан да осы отырған барлығымыз өзіміздің басшымызды қолдаймыз және құрметтейміз. Солай емес пе? Иә, өте дұрыс. Ал Каринаның қызын құтқарып қалғаны нағыз ерлік емес пе? Иә. Карина, Мен Алишер Ермаханұлына шексіз ризашылығымды білдіргім келеді. Егер ол болмаса, тіпті не боларын Құдайым білсін. Менің қызым Бота да өте риза. Ал енді жұмысқа келетін болсақ, ол ісіне адал, сөзіне берік, талай қиын кезеңдерде компанияны тығырықтан шығарған әділ әрі іскер басшы деп білем. иә. Біз Алишер жайлы үлкен мақала жасадық. Бәрі мақаланы алып келші. Бәрі танысып, қазір мақаланы алып келеді. Әрқайсыңыз жеке-жеке оқып танысасыздар. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз ба? Мен Каринаға келіп ем. Сіз жарасыз ғой? Иә. Иә, Карина қазір жиналыстайды. Мен барып шақырып келейін, сіз кішкене күте тұрыңыз. Рахмет. Майра ғой, иә? Иә. Алло. Жоқ, ол жерге Нұрлан кетті. Мен шаруалармен жүрмін. Бастық біледі.
жарайды, кешке хабарласамыз. Сау бол. Сәлем, Карина. Сәлем, Жарас. Келгенің қандай жақсы болды. Жүрші, кеш жиналысқа кірейік. Рұқсат болса мен сұхбатымды беріп кете берсем, өте асығыс едім. Иә, әрине. Онда мен барып оператор шақырып келейін. Осы жерде түсіріп алсын. Жақсы. Бота қалай? Денсаулығы жақсы ма? Құдайға шүкір. Әйтеуір түнде жақсы ұйықтайтын болды. Өзіңнің жұмыстарың жақсы ма? Бәрі жақсы, ойдағыдай болып жатыр. Түсінікті. Мен кім түсіруім керек? Сіз мына жігітті түсіруіңіз керексіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіз мына жайғаса беріңіз, ал мен қазір камерамды алып келейін. Жақсы. Жарас, Әлшердің менің қызымды қалай құтқарып қалғаны туралы айтып берсең, жарай ма? Енді оның ешқандай қылмысқа қатысы жоқ қой. Әрине, ол ешқандай қылмыскер емес. Ол үлкен ерлік жасаған адам. Иә, мен де солай есептеймін. Мен сені келмейме деп ем. Сенің өтінішіңді орындауға тырыстым. Рахмет. Сіз әлі отырмағансыз ба? Қазір. Жайғас. 1, 2, 3. 3 дәптер. Ала ғой. Дүкенді қашан аштыңыздар? Жақында. Ауылдағы адамдар біле ме? Білгенде қандай? Сіз осы ауылдансыз ба? Иә, осы ауылданмын. Қарағандыда жұмыс істеймін. Әке шешем осында тұрады. Айына бір рет болсын осында келіп тұрамыз. Жарайды, не аласыз? Алғанда не ғой? Есіміңіз кім болады? Оны қайтесіз, саудаңызды жасамайсыз ба? Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деген бар емес пе? Менің есімім Тайыр. Қысқаша Тәке десеңіз де болады. Есімім Алтынай. Сіз осында әңгіме айту үшін келдіңіз бе? Алтынай деген керемет ат екен. Ән бар ғой, Алтынай деген. Білесіз бе? Алтынай, Алтынай. Сіз сауда жасайсыз ба, жоқ па? Мәди, не болды? Қалаға қашан барасыңдар? Сен дүкенде тұрып жігіттермен танысатын болғансың ба? Мен ешкіммен танысқан жоқ, жай есімді сұрады, мен айттым. Мәди, тұрап тұршы деймін. Айттым ғой мен сізге, сауда жасамасаңыз кетіңіз деп. Не қылған адамсыз? Барыңыз үйіңізге. Мен істеп қойыппын, өз жайымда тұрмын. Бұл жай тұратын жер емес, бұл дүкен. Ұқтыңыз ба? Білем дүкен екенін, білем. Жарайды, маған темекі беріңізші. Жоқ темекі. Қалайша жоқ? Біз темекіні де, ішімдікті де сатпаймыз. Жарайды, Алтынай. Алтынай, Алтынай. Келгені қандай жақсы болды. Түні бойы ұйықтай алмай шықтым ғой. Сен де қызықсың, Линда. Кеше келгеніне де солай ренжисің бе? Таңға дейін жүрсе қайтер едің? Қайда жүрсе де айтып кетуге болады ғой. Келем десе келіп, кетем десе кете бере ма? Ол еркек. Ал еркектер көбінесе сыртта жүреді. Сонда білмейсің бе? Бұлай болмайтын нәрсеге ашулана берме. Жоқ, мен оған ренжідім. Бүгін апама кетем. Ең болмаса келіп кешірім сұраса да болады ғой. Өзінен olsa жүре берсін онда. Дәулет ішіп жүрген жоқ па? Жоқ, ол ішпейді ғой. Ішетін адамға қосылмас деді. Олай болса асығыстық жасама. Апаңа барғаннан не шығады? Енді барып апаңды мазалайсың ба? Неге мазалаймын? Мен оған түк те айтпаймын. Айтпасаң да сұрайды ғой. Сосын уайымдайды. Уайымдамайды. Апам мені түсінеді. Күте тұрсаң, Линда. Кешке дейін әйтеуір бір келетін шығар. Сосын ашылып сөйлесесіңдер. Кеше бір сөзге де келген жоқ. Бұрықта кетіп қалды. Тоқта деп едім, тыңдаған да жоқ. Ойлан, Линда. Сосын опық жеп қалма. Опық жесе өз жесін. Өз отына өз жылынсын. Қарап отырсам, араларында айтарлықтай реніш болмаған. Линда. Кетіп қалу оңай ғой. Сосын не болады?
хабарлаш Дәулетке. Бәрі жақсы болады. Ассалаумағалейкум, бауырым. Уалейкум ассалам, қалай қарекет? Спорт комитетінен келе жатыр. Не дейді? Қуантарлық жаңалық жоқ. Түсінікті. Сені бапкерлер тобынан алып тастағысы келеді. Құрып кетінші солар. Өз ойларынан қайтатын емес. Жігіттерің қайда? Кешке келеді. Келіп көрсем болады жаттығуларын. Біраз өсіп қалды ма? Күмәнім жоқ. Қанеге? Осы түнен жігіттерімді Қазақстан біріншілігіне бір ыңғайын тауып тықсақ қайдеді? Неге ыңғайын тауып? Іріктеу жарысынан өтетін болса, біріншілікте бақтарын сынайтын болады. Олар мықты ғой, мақтанғаным емес енді. Білесің ғой. Сенің жігіттерің жақсы көрсеткішке қол жеткізетін болса, федерацияда саған оң көзімен қарайтын болады. Көреміз. Басты жігіттерді бірдеңе біріншілікке іліндіру керек. Бәрі сол сенің жігіттеріңе байланысты. Сенің жігіттерің жеңіп шығатын болса, ешкім саған әңгіме айта алмайтын болады. Ал, жарайды, мен кеттім. Айтпақшы, Линданың қалай? Жаман емес. Сен осы келіммен ренжісіп қалғаннан саумысың? Жоқ. Саған айтар кеңесім, спортты күндіз, әйелді түнге қарай жақсы көру керек. Жақсы. Жақсы. Мына жерде жатқан науқастарың қайда? Сіз мен сұрағыма жауап бермедіңіз. Шығыңыз бұл жерден. Және ол ақшаны қайда жұмсағаныңызды айтып бер, білсін. Мына залды жөндеу жұмыстарына жұмсадым. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Алишер үлкен ерлік жасады. Енді ертең кіріп шығармын. Рахмет. Дәулет, қайда кеттің енді? Дәулет! Сондықтан бүгінгі әңгімеміз компаниямыздың басшысы Алишер Ермаханов жайлы болады. Сен дүкенде тұрып жігіттермен танысатын боласың ба? Мен ешкіммен танысқан жоқ, жай есімді сұрады, мен айттым. Мәди, тұра тұршы деймін. Осы түнен жігіттерімді Қазақстан біріншілігіне бір ыңғайын тауып тықсақ қайдеді? Неге ыңғайын? Несіне білесің? Күніне 6 рет шай ішемін. Ондай мүмкіндік бәрінде бола бермейді, Алишер. Қойшы. Ал, не жаңалық? Жақсы да жаман да жаңалықтар бар. Айта бер. Қазір.
шайын бер жүрші. Рахмет. Қазір біздің қызметкер сенің әйеліңмен бірге дүкенде жүр. Ол енді жаңалық емес қой. Әйелім айтқан. Мәулен ботаны қай жерде ұрлағаны белгіленді. Саусақтың іздері табылғанмен басқа айғақ жоқ болып тұр. Ол енді айтпаса да белгілі ғой. Сосын Мәуленнің көлігін таптық. Ол көлік оның алдында Санжар деген спортшынікі болған екен. Санжар? Иә. Сен оны таныш ма едің? Жоқ, менің інім жақсы таниды. Түсінікті. Сосын сені атқан тапаншадан Санжар қаза тапты. Демек, Санжарды өлтірген Мәулен болды ғой? Солай секілді, бірақ нақты дәлел жоқ. Жарас. Мәуленнің қайда жүргені туралы бір болжам бар ма? Енді полиция қызметкерлері барлық жерді тінтіп жатыр. Өзің түсінесің, қала үлкен. Шахталарға кіріп кететін тесіктер жетіп жатыр. Түсінесің бе? Тығылып шаршап кеттім. Қашан да артымда біреу тұратын сияқты болып тұрады. Енді шыда, Әлішер. Қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Шай қояйын ба? Иә, енді. Ең болмаса шай ішейік енді. Ақымақ. Нем бар еді? Әлі қанша уақыт ашуланып жүресің? Көп болды ма келгені? 5 минуттай болып қалды. Мына қапты қап тұрғаның соншалықты тіпті менің келгенімді де естіген жоқсың. Егер сені ренжітіп алсам, Дәулет, кешірші мені. Жоқ, сен ренжіткен жоқсың. Өзім кінәлімін. Жақсы анда, достастық бар. Достастық. Енді барлық нәрсе қабылдасып кетті ғой. Ауыр сөз айтып, көңіліне тиген болсам, кешір. Жақсы, кешірем. Неге балдақсыз жүрсің? Аяғың ауырып жүрмей ме? Қайта бірте-бірте үйрете беру керек қой. Енді қыдырып қайтармыз. Қайда? Тауға барайық, сен сурет саласың. Жоқ, сурет салғым келмейді. Қыдырсақ қыдырайық. Қыдырайық, малымызды жиып. Апа? Мәди әлі фирмадан келген жоқ па? Келді. Киімін шешіп жатыр. Қазір. Мен тамақты ыстық қойдым. Рахмет, апа. Сәлем, Жан. Саған сорып бастайын ба, әлде жаңадан тамақ істеп жіберейін бе? Балалар не істеп жатыр екен? Мен барып көріп келейін. Мәнди, маған ренжіп жүрген жоқсың ба? Оны заңым айтты. Немене деген ренжиге? Көріп тұрмын ғой.
бірақ ештеңе болған жоқ қой. Не? Сол болмай қойсын. Соны айтамын да. Алтынай, сен киім киісіңді, сырт келбетіңді өзгерткенде мен қарсы болған жоқпын. Иә, бірақ саған ұнайды ғой. Ұнайды, бірақ енді оның басқа да жағы бар. Сен дүкенде тұрасың. Ол жерге неше түрлі адамдар келеді, басқа жігіттер келеді. Қырындайды саған. Қырындаған нес? Олар жай ғана тауар алуға келеді. Иә, көрдім ғой. Егер олай жалғаса беретін болса, мен анам дүкенін жауып тастаймын. Жапқан нес? Оған қанша күш жұмсаған білесің бе? Қанша ақша кетті? Мәди. Жаным, сен білесің ғой, мен тек сені ғана жақсы көремін. Білет. Онда неге ашуланасың? Басыма орамал тартпай-ақ осылай жүрген жасап емес пе? Мәди қайда? Фермаға кетіп қалған шығар. Тамақ ішпепті ғой. Оған не болған? Опа. Опау. Мәди мені қызғанып жүрген сияқты. Қызғанған нес? Жаман күлкім келіп тұр соған. Қалың қалай, балам? Жақсы. Гарри Поттер жаңа ғана Василискті жеңді. Мен ол туралы ештеңе түсінбеймін ғой. Өзіңіз сұрадыңыз ғой. Әже, не сатып алдыңыз? Біздің киімдеріміз. Резеңке етік? Саған. Мынау маған. Көртке қолғап. Мынаң да пайдасы тиіп қалар, Бұның бәрін не істейміз? Мен саған айтпаған екен ғой. Жуырда Әлішердің ауылына барамыз. Аллақа! Сен қуанатын ештеңе жоқ. Ауылдың қандай екен білесің бе? Иә, табиғаты тамаша, жылқылары бар. Батпақ тізеден келеді. Иісі сұмдық. Сен қуанатын ештеңе де жоқ. Нейлі? Кір көтеретін шалбар алу керек. Әже, тіпті бір солтүстік бейлігі бара жатқан адам сияқты болдыңыз ғой? Ауылдың қандай екен білсең, бәріне дайын болу керек. Атнай, неге ренжіп жүр? Білмеймін, өзінен сұрасаңшы. Сұрайын. Мәди! Мен сенен бір нәрсе сұрайын дегем. Міне. Әлігі сен айтқан бағдарлама туралы ғаламтордан оқыған. Сыбаға ма? Иә, бірақ ол жерде тек қана ет өндірісіне байланысты бағдарлама ғой. Ал сен үйір-үйір жылқы бағам дегенсің. Иә. Енді ет өндірісі қашанда керек нәрсе. Ал үйір жылқы баққан рахат қой. Бірақ ал мен ет пен қымыз өндірісін жолға қойып алу керек. Астанаға жіберіп отырушың ба? Астанаға да болады. Мен көре жатармыз. Маған білгіштер биені жыл бойы сау үшін оның құлындау мерзімін реттеп отыру керек. Қызық екен. Иә, қызық. Одан кейін жылқының мықты асы сұлу деп айтады. Негізі оның мықты асы жүгері. Жүгерін жеген жылқы шыдамды болады. Жаңағы салмақ ұсады, ұзақ жасайды. Қызық. Ой, бұл кәсіптің бар ғой, біз білмейтін қырлары өте көп. Ал жаңағы асыл тұқымды жылқылар, олардың жөні мүлде бөлек.
асыл тұқымды жылқылар өте қымбат тұрады ғой. Қымбат? Бірақ олар әдемі. Сен мысалы ақыл текелерді көріп пе едің? Әлгі қара жылқылар туралы айтасың ба? Олардың түрлері көп қой. Олардың аяқтары жіңішке, өздері биік болып келеді. Ал мен естіпедім? Абсент жылқылар туралы. Естіген сияқтымын. Алтынай, сен естігенсің бе? Иә, атам айтқан. Абсент біздің Жамбылда туған көрінеді. Кейін ғой әлемге танымал болған. Олар қазір әлемге кең таралып кетті. Міне соларды асырасаң, арман жоқ. Енді оның бәрі әзірше жоспар ғой. Бұйырса. Жарайды, мен жиналайын. Ертең апам екеуміз жолға шығамыз. Ертең? Не болды? Әлшерге барып қайтайық дейді. Соны ойлап уайымдап жүр. Бірдеңе сезген шығар. Көліктің несейсің? Зәкірмен сөйлесіп қойғам. Жарайды, онда мен сен киімдерін жинастыра берейін. Иә? Жоқ, керек емес ештеңе. Көп нәрсе алмаймын. Барамыз да тез қайтамыз. Көрдің бе? Менің күйім осындай. Мінезін адам түсініп болмайды. Жейсің бе? Жоқ, рахмет. Соншама көп кәмпитті қайтып жейсің? Жегім келеді. Кейін жүрегім айнитын шығар. Әрине айниды. Солай ма? Жарайды онда. Жей бер енді. Жең кеп тұрған көзінен көрініп тұр ғой. Жартысын жейм. Кім келді? Білмеймін. Меруерт, есікті бірден ашпа. Алдымен қарап ал. Саған не болды? Төменде күзет бар ғой. Бәрібір. Бірінші сұра, кім екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Әшір еді ғой. Иә, үйде. Мен сіздерге бәліш пісіріп алып келдім. Бота екеуміз бірге жасадық. Рахмет. Кім ау? Саған қонақ келді. Өте беріңіз. Рахмет. Сәлем, Әлшер. Сәлем, Карина. Кел, отыр. Қалайсың? Қалыңды білуге келіп ем. Телефон бар емес пе? Жақсы, рахмет. Сен бұлай жалғыз жүргенің жарамас. Онан соған жоқ қой. Кім біледі тағы? Иә. Мен көлікпен келдім. Полицияда жақын маңайда. Бота қалай? Жақсы. Бірге келгісі келген. Бірақ мен оған әзірге келуге болмайды дедім. Психологқа бардың ба? Жоқ, әлі барғам жоқ. Мамандар таңдап жатырмын. Ол да дұрыс шығар. Карина, егер көмек керек болатын болса, маған хабарласып жүрейін ме? Рахмет. Әлшер, сен біз үшін көп жақсылық жасадың. Мен саған өмір бойы қарыздармын. Қайдағын айтпа. Жұмысың қалай? Бәрі жақсы. Біріншіден, бәрі саған үлкен сәлем айтып жатыр. Екіншіден, өткенде даярлаған мақала оқырмандарға көп ой салған сияқты. Әлгі мені өте керемет қып шығарған мақалаларым ба? Енді біз еш нәрсені асыра сілтеген жоқпыз. Бар шындықты жаздық.
Статистикалық зерттеулер жүргіздік. Жоспарлау бөлімдегі қыздар барын салды. Оқырмандар бір сөзбен айтқан кезде дән риза. Енді мені батырақ қойдыңдар. Сен онсыз да батырсың ғой. Қалай, шай ішеміз бе? Дәмді бәліш әкелген екенсіз. Рахмет. Әшір, мен рұқсат болса барайын. Бота үйде жалғыз. Жақсы. Ботаға сәлем айт. Айтам. Тезірек сауығып кет. Рахмет. Сау бол. Қызғанып қалдың ба? Мен ба? Жоқ. Оны қайдан шығарды? Кәмпит берші. Енді маған ашуланып жүр. Адам күлкісін келтіріп. Ал керек болса, мен сені қызғанып, Мәди ашуланады деп ойламаппын. Мен де бұлай боларын ойлаған жоқ. Өзің көріп жүрсің ғой, қандай өнер көрсетіп жүрген. Иә, көріп жүрім. Мүмкін ол мен сөйлесу керек шығар. Сөйлеспей қош. Қызғана берсін. Мені қызғанатындай ештеңе істеген жоқпын ғой. Қайта сонысы жақсы. Сен де қатырасың. Дегенмен Мәди қазір қатты өзгерген. Рас. Енді өзгерген маған ұнайды. Жылқылармен баяғыдағы айналысу керек еді. Бәлкім бәрі де басқаша болар ма еді? Бір жамандықтың бір жақсылығы бар деген осы шығар. Ой, сон философ ұқсамаш. Одан да барып ұйықта. Ертең шаруаларым бастан асып жатыр. Ертең мен дүкенде болғанда балаларым саған аманат. Ертең балаларды алып саған келеміз. Келіңдер. Мәди балалармен бірге дүкенде тұрғанын білсе, мүмкін қызғанышын басылар. Алтынай! Ау! Менің көк жейдем қайда? Қазір. Қайырлы таң сені. Қайырлы таң. Қалайсың? Бәрі жақсы. Не болды? Ештеңе, жай. Тамақ әзірлеп жатырмын. Көрініп тұр. Мен барып жуынып келейін. Рахмет. Иісі керемет екен. Жұмыртқа мен шайдың иісі ғой. Саған не болды? Ренжіп отырсың ба? Ештеңе. Неге? Егер Артурдың басында осындай жағдай болса, сен құтқаруға ұмтылар ма едің? Әрине. Соны ойлап ренжіп отырсың ба? Жоқ. Пысықсынып, саған дәмді бәліш пісіріп әкеп жүрген Каринаға жыным келеді. Меруерт, күлдірмеші. Түсіндім. Соған ренжіп отыр екенсің ғой, бұртиып. Мен баяғыда ұмытып қалғам. Әрине. Оның бәлішін жеп алдың да, ұмытып кеттің. Меруерт, енді ешкімнің бәлішін жемеймін деп саған уәде берем. Тіпті түйірім де жемейсің ғой, Тіпті қиқымын да жемеймін. Сенен басқа адамның жасаған тамағын жемеймін. Әлішер, бүйте берсең, аштан өліп қаларсың ғой. Мен тамақ жасай алмайм ғой.
Сен тамақ жасап үйренгенше мектепте тұрам. Оған дейін біраз азып алам. Алло, апа амансыз ба? Иә. Мен жұмыстамын, апа. Жақсы бәрі. Келе жатқаны қалай? Жоқ, бәрі жақсы, қуаныштымын дегенім ғой. Иә, күтеміз. Не болды? Апам мен мәди осында келе жатыр. Қап, олар ештеңе білмейді ғой. Енді не істейміз? Былай, не істегенде, егер мына түрімді апам көретін болса, қан қысымы көтеріліп кетеді. Енді мұны қалай жасырамыз? Білмеймін. Мына түрімнің, мына жүрісімнің жасырудың бір амалын табу керек. Мүмкін аяғымы шегеріп кетсемші. Ше, мұнан да аяғыма сүйеулі шығып кетпесемші. Жоқ, болмайды. Сенімсіз де. Дегенмен де бір амал бөліп табу керек. Жарайды, былай жасайық. Сен менің шалбарым мен көйлегімді енді, ұзын жең көйлегімді. Мұның барлығын жасыру керек. Дұрыс, иә. Дайындайын тезірек. Ағай, Дәулет аға. Не болды сонша айқайлап? Іздеп отырмын. Дәулет аға 1 сағат бұрын келіңдер деген. Сол аға. Уағалейкум. Қалай келдіңдер ме? Жігіттер, әңгіме олай. Мен бапкерліктен алып тастайын деп жатқан өздерің білесіңдер. Тіпті сендерді жаттықтыруға да тыйым салады. Сіз бәрібір жаттықтырасыз ғой. Федерацияға қарсы келсең, жарайды, әңгіме ода емес. Бағандар. Қысқа сендерге айтайын дегенім, маған бір мүмкіндік берді. Қазақстанның біріншілігіне сендерді қатыстыра аламын. Қайта жақсы емес пе? Ағай, бұл деген керемет қой. Біріншілік жақындап қалды ғой. Иә, бірақ, жігіттер, сендер жүлделі орындарды алсаңдар ғана, мені орында қалдырады. Дәулет аға, сізді жерге қаратпаймыз. Ағай, біз тырысамыз. Біз күніге жаттығудан қалмаймыз. Жарайсыңдар. Осындай жауапты күтіп едім. Не тұрсам да бар киініңдер. Майра, кел отыр. Жәнібек, демалыс күнде демалмайтын болдық қой. Сондықтан да бүгінгі күнді жақсылап тұрып өткізіміз керек. Мен өзіме ұнайтын тағамдарға тапсырыс беруді жөн көрдім. Қандай керемет. Бірақ тойдың ас мәзірінің тағамдарын өзім таңдайтын болам. Қалағаным болсын, жаным. Әрине. Қойдан қоңырып қорсын ғой. Сәлем. Мәулен, ішіне. Сен де отыр. Жіберіңіз. Жіберіңіз дейін. Жібер. Маған жүрудің қажеті жоқ. Қасымда отыршы. Жақсыламен отырмаға көп болды. Мәулен, саған не керек? Үйленейін деп жатыр екенсің. Қалыңды жаман емес. Сүйіспе оған. Жаным шығып кетер жинады ғой. Ұрпа, мені тыңдасаң, оған тиіспеймін. Не керек? Ақша керек маған, Жәнібек. Қанша? Айттым ғой, қайдан жұмсақ болып қалыпсың. Соны істейін деп отырсың ғой, иә? Әлде менен қорқасың ба? Қорқам. Сенен бәрі қорқады. Мен сендерге айттым ғой, әлі естеріңе түсірем деп. Әлде осының бәрі осылай қалады деп ойладың ба, а? Жоқ. Олай. Өтірік айтпа. Сендер мені әлжуаз дейсіңдер ғой, а? Әлсіз деп ойлайсыңдыр ғой. Солай ойлайсың ба, Майра? А?
жіберіңізші өтінем. Қолыңда не бар? Келе шығар. Ештеңе. Қолым терлеп кетті. Алақаным терлеп кетті. Тергенің жақсы. Қысқасы маған ақша керек. Қараңғы батырам мен. Қазір ақша жоқ. Сені түсінбей отырсың ба не? Мынауыңды қазір өлтіре салам осы жерде. Түсіндім. Менде бар жоқ 50 мың бар. Қалған банкоматтан алып берейін. Саған көп ақша керек шығар. Бота? Апа, қарашы мен қандай сурет салдым. О, қандай керемет. Мынау кім? Мынау Жарас аға. Оның қолында түрменің кілті. Сол түрмеде Жаман аға отыр. Қиялың керемет екен, қызым. Жарас аға келгенде сол суретті сыйлыққа берем. Солай ма? Иә. Онда дәл қазір сыйлайтын боласың. Мен Жарас ағаңды түскі асқа шақырып қойғам. Керемет, апа! Қазір есік ашайын. Қайырлы күн. Сәлем. Жарас аға, сәлеметсіз бе? Дәл уақытында келдің. Тіршілет. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Менде бір шұғыл шаруа болып тұр. Біраздан кейін өзім хабарласамын. Жарас аға. Жарас аға, не болды? Білмеймін. Қазақстан ұлттық арна. Банкоматқа жіберсем, сен полиция алып келесің мына жерге. Жоқ, мен ондай ойымда да болған жоқ. Жәнібек, мен сені қандай оңбаған екенін білмейді деп ойлайсың ба? Сен мені жерге қаратқанды ұмыттың ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Сен сол үшін әлі жауап бересің. Тек оған тиіспеші, оның кінәсі жоқ, мен өзім жауап берем, өзім жауап берем. Жауабыңды алам. Қалай? Маған ақша керек. Түсінесің бе, Жәнібек? Өмір сүргің келсе маған ақша керек деп қойған мен саған. Барыңды бер. Немен сипалақтап отырсың бол жылдам. Морт болмаған болып қалыпсың, Мен саған қазір ана пышақталды. Тамағыңды ұрып жібер десем не дейсің, Мен саған ақша бердім ғой. Ол маған аз. Мен сені мына қызым үшін өз тамағын өзің бауыздап атқанын көрген кезде ләззат алатын шығармын, Ал. Ал деймін саған. Көтер. Жүр. Бол жылдам. Маған сен шақырдың ба? Сайтан алғыр! Қойның ұшы бәрі жақсы болады. Бөлен қайда қашты? Жаққа қашып кетті. Қойның ұшы бәрі жақсы болады. Ана омарға қашты. Бары жерді тентіп, осы ауданды қоршауға алды. Есіктен біреу шықты, қарашы бол, тез. Арман! Мына пристав ол үркен! Арман! Алло, Әлішер, Мәулен қалада. Абай бол. Түсіндім. Жақсы. Қалай? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Келді. Қане, дұрысталып отыр. Иә, бар есік аш. О, сәлеметсіздер ме? Кіріңіз. Амансың ба, қызым? Амансыз, папа. Көп жасайын алайын. Қалай жеттіңіздер? Әкем шүкір. Айткенізді киіп алыңыз. Әлішер қайда? Әлі жұмыста ма? Ол бүгін үйде жұмыс істеп жатыр. Дайындық кезінде белін ауыртып алған. Әзірге жүре алмайды. Не дейді? Апа, мен мұндамын. Айналайын, құлыным. Аман есенсің бе? Амансыз, папа. Ассалаумағалейкум. Қалайсың?
Беліңе не болған, Әлшер? Мен бірдеңені сезгенде келіппін ғой. Апа, отырыңыз. Есен кетпейді. Дайындық кезінде ғой, күшімді есептенбей қалдым. Бірден көтеріп едім ғой, белімді ауыртып алдым. Ауырғаны басылады ғой, апа. Өңді бөппіз. Дұрыстап тамақ ішпей жүрсің ау. Ой, апа. Енді бойдақ кезімде қолыма түскенді жейтінмін, қазір Құдайға шүкір әйелім бар. Қалаған тамағым жасап береді. Жақсы қызым. Жақсы айналайындар. Мен сендерге көп қылып үйдің тамағын алып келдім. Рахмет. Мәди, сөмке қайда? Дәлізде қалды. Сәкен, жақсы. Жылдамдық қосыңдар. Тағы. О, бақтыр, соқ жасағандай. Солай. Жаса, Мұқан. Кет, бір-біріңе. Шықпаймыз сардан. Ал жігіттер, бүгінгі жаттығу аяқталды. Бүгін жақсылап демалыңдар. Ертең бірақ жаттығу екі есе қиын болады. Ал, матылар жинаңдар, демалыңдар. Бар киімдерін тапсыра өңдір. Алло, жаным. Мен босадым. Қыдырмаймыз ба? Бейуақыт мазалаған жоқпын ба? Жоқ, кір. Сәлеметсіз бе, Жарас аға? Бота, сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Сіз неге келіп тұрып кетіп қалдыңыз? Бір шұғыл шаруалар болды, сондықтан кетіп қалуға тура келді. Қандай шұғыл шаруа? Енді... Боташ, сұрақтарыңды кейін қоярсың, е? Мен алдымен Жарас ағаңды тамақтандырып алайын. Сосын бірге отырып сұрармыз. Жарайды. Кел, Төле, тамақ жейік. Енді сәл суыңқырап қалды, ысытып жіберермін. Рахмет. Жоғаш. Жәнбекке Мәулен келіпті. Қарғыс атқырды, ұстай алмай қалды. Қалайша? Үлгермеді. Көлімді сатып жібердім. Сөйтіп Айнұрдан қарызға ақша алған жоқ. Дұрыс дегенсің. Енді арзанға шықты, 1 миллион болды. Бірақ әңгіменің қызығын айтып берейін. Жаңа миллионды алдым да әлгі адамдарға бардым. Енді қарызды бөліп төлейін деп келісуге де. Сөйтіп аулаға жақындасам, адамдар қаптап тұр екен, қоршап тастапты. Ішінде полицейлер, жедел жәрдем, өрт сөндірушілер бәрі бар екен. Ұсталып па? Жоқ, ары қарай тыңдасайшы. У-шу айқай. Енді кіре алмадым. Сөйтіп бәлесінен аулақ дедім де кетіп қалдым, кездесе алмай. Сөйтіп ертеңгісін теледидар көріп отырсам, жаңалықтардан бір полицейлердің бір операциясын көрсетіп жатыр екен. Қарасам, таныс аула, сол жер. Атыс шабыс болыпты. Ана екеу жайрат салыпты. Сол атыс кезінде. Ананың ішінде өрт болған. Түгел өртеніп кеткен. Қағаздар, ақшалар, құжаттар, бәрі кеткен. О, керек болса. Өз-өзіме де сенбей. Құдай кешірсін, қылмыскер болса да адам ғой.
Бірақ өзім сол жағдайдан біреу құтқарып алғандай болды ғой. Содан кейін әйтеуір ісіміз оңға басты. Жаңағы 1 миллионымыз бар. Іске жараттық, алтын әкеміз дүкен аштық. Дүкен аштық дейсің ме? Иә. Сен өте қатырасыңдар. Мен өзім де білген жоқпын, жай Алтынайға айта салып едім, ол қызық кетті. Сөйтіп мен кірістім, екеуміз кірісіп, кішігірім дүкен аштық. Жарайсың мен. Ризамын саған, қуаныштым. Мен де қуаныштым. Жаректі құрсыншы, өз шаруамды айтып кеттім ғой. Сен денсаулығың қалай? Белің шынымен де ауырып тұр ма, жоқ әлде? Апам уайымдамасын деп сылтауратып. Қане, үлкен үстел басына отырайық. Оны тек мында алып келу керек. Апа, сонда тұра берсек болмай ма? Жоқ, осы жер дұрыс. Кең отырайық. Әлішердің белі ауырады. Қане, мәди жүр. Апа, ешің етпейді, көтерем ғой мен. Жүр. Тек абайлаңдар енді. Иә, ешің етпейді, апа, жүріңіз. Мынау саған. Қандай әдемі. Ұнай ма? Иә, рахмет. Сені қайта кетті десем. Нені оқуыңда? Ештеңе? Көрсетші. Көрсетсеңші енді. Балмұздақ па? Мені толып кетсін дейсің бе? Жоқ, тәтті ғой бұл қайта. Рахмет. Дайындықтарың қалай өтіп жатқанын айтпадың ғой. Дайындық күшті өтуде. Керемет десем де болады. Жақында жарысқа. Бәрі де жақсы болады. Мен оған сенемін. Рахмет жаным. Бір аптадан кейін апам ауылда бәріміздің басымызды қоспақшы. Бұл жақсы ой. Бірақ мен Әлішермен сөзге келіп қалдым ғой. Тағы да ма? Өзім кінәлімін. Ол мені сақтағысы келді, ал мен тағы да мінез көрсеттім. Кең болсаң, кем болмайсың Дәулет. Татуласың бар. Шағын, сенің болғаның қандай жақсы. Жатайыншы менде. Жатыңыз. Ту, қойшы. Тоқташ. Әкеші өзім көтерейін. Жоқ, көтерем ғой. Көтерем. Мен аны жүріп тастайын. О, жарайсыңдар. Қазір дайындалған тамақтарымыздың бәрін алып келеміз. Әлішер, мен саған арнайы сүрлеген қаза келдім балам. Ойбай, Әлішер, мынау не? Ойбай, Меруер. Әлішер, сен не істедің? Әлішер, ойбай, ойпырмай, енді қайттық, мәди.